Мұхтар Әуезов атындағы орталық қалалық кітапханада жеңіс терезелері бірыңғай акциясы өтті. Шара аясында кітапхана терезелеріне Ұлы Отан соғысының батырлары бейнеленген суреттер жабыстырылды. Акция ардагерлерге құрмет көрсету мақсатында ұйымдастырылып отыр. Нұркен Әбдіров, Марпек Мамыраев, Александр Комиссаров, Камали Дүйсенбеков, Бауыржан Момышұлы, Сағадат Нұрмағамбетов. Бұл батырлардың фотосуреттері кітапхана жүйесінің филиалдары мен Мұхтар Әуезов атындағы орталық қалалық кітапхана терезелеріне жабыстырылды. Әлия Молдағұлова, Мәншік Мәметова, Талғат Бегелдинов, Рахымжан Қошқарбаев, Хиуаз Доспанованың бейнелері де көпшілік назарына ұсынылған. Қазіргі таңда облыс көлемінде 6 Ұлы Отан соғысының ардагері бар. Олардың да суреттері терезелерге бекітілген. Бүгін біз Қарағанды қаласының әкімдігінің қолдауымен Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлеріміздің ерлігін еске алып өскелең ұрпаққа жеткізу мақсатында жеңіс терезелері акциясын өткізіп отырмыз. Бұл акция арқылы біз соғысқа қатысқан батырларымыздың портреттерін кітапхана ғимаратының терезелеріне орналастырдық. Сонымен қатар кітапхана тек білім орталығы ғана емес, тарихи жадының сақтаушысы болғандықтан біз тарихи материалдарды жинақтап, ардагерлеріміз туралы материалдарды жариялап, тақырыптық іс-шара ұйымдастырдық. Бұл тек символикалық қадам емес, өйткені ақпарат ағынында жоғалып кетпеудің, сонымен қатар жастарды тарихқа қызықтырудың, патриоттық тәрбие берудің бір жолы. Азаттық пен еркіндікті қорғаған олар үшін бүкіл әлем елді. Туғып ұстап, туыстығын елімнің, отанымның ақтап шыққан сенімін. Еске салсақ, Қарағанды облысынан майданға 60 мыңға жуық адам аттанған. Олардың 34 мыңнан астамы елге аман-есен оралса, 25 мыңға жуық сарбаз ел қорғау жолында қаза болды. Ал хабар ошарсыз кеткендер тізімінде 9400-дей жауынгер тіркелген. Іс-шара ашық микрофон айдарымен қорытындыланды. Қарағанды қаласы ардагерлер кеңесінің мүшесі сөз сөйлеп, жеңіс мерекесінің маңыздылығын атап өтті. Айым Ғалымқызы, Досжан Төлеутай, 1-ші Қарағанды телеарнасы.